Қайырлы күн баршаңызға, құрметті менің каналымның оқырмандары. Бүгін біз 140-шы сабаққа тоқталамыз қағаз ақшаға байланысты. 1000, 2000, 5000 теңгелік ақшаларды ажыратуды, түрліше төлемдер жасауды үйренетін боламыз. Бірденен үшінші мысалға көшейін. Көрсетілген соманы әртүрлі тәсілмен қалай жинауға болады? Тапсырманы қима қағаздарының көмегімен орында дейді. Енді мен қима қағазбен емес, жазбаша түрде есептеп көрсетейін. 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, мынау 5000 теңгелік, 2000 теңгелік, 1000, 500 және 200 теңгелік бізде қағаз ақшалар бар екен. 9000, 6000, 3000, 1000, 700 теңгелерді осы қағаз ақшалардың көмегімен жинауымыз керек. Әртүрлі нұсқалармен жасай беруге болады, бірақ мен соның ішінде ең аз деген қағаз ақшамен жинаудың бір ғана нұсқасын көрсеттім. Төртінші есеп. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған мәліметтердің қайсысы қажет болғанын анықтап, оны шығар. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Олар ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Олар билетке барлығы неше теңге төледі? Барлығына жұмсалған ақшаны табу үшін ересектер мен балалардың билетіне кеткен ақшаны қосуымыз керек. Бірақ бізде нақты емес, сондықтан ересектерге қанша ақша кетті, балаларға қанша ақша кетті, соны табуымыз керек әуелі. Соны анықтайық. Ол үшін 1000-ды, бір билет 1000 болса, 3 билет қанша тұрады? Көбейтеміз. Сосын балалар билеті. Бір билет 500 теңге тұратын болса, 6 билет қанша тұрады? Оны табу үшін көбейтеміз. Енді бір-біріне қосуымыз керек. Мына жерден 3000 шығады, мына жерден 3000 шығады. Сонда 6000 теңге жұмсалған. Бөлігінде. Есіл өзенінде теплоходпен серуендеуге таңертең 50 турист, түсте 120 турист келді. Ал кешке келгендер түстегі туристерге қарағанда 3 есе артық болды. Түсте келген туристерге қарағанда кешке неше турист артық келді? Бізге тапсырма берілген сұраққа жауап беру үшін қандай мәліметтер қажет? Енді осы есепте бізге мынау таңертең келген 50 турист туралы. Ол бізге мәлімет қажет емес, бұл мәлімет бізге түсте келгені керек және кешке келген керек. Осы екі мәліметке қарап, қанша артық келгенін табамыз. Әуелі біз кешке келген туристер санын анықтап алайық. Оны анықтау үшін 120-ны 3-ке көбейту керек. Сонда ол артық болып шығады. Ал енді нешеу артық екенін табу үшін көптен азды азайтамыз. Сонда түсте келген туристер саны аз болады да, кешке келген туристер саны көп. Ендеше көп шығатын жақты бірінші жаға жазамыз. 120-ны 3-ке көбейтуді бірінші жазып аламыз. Одан 120-ны өзін қайтып азайтамыз. Мына жерде 360 шығады. 360-тан 120-ны азайтсақ 240. Сонда кешке 240 турист артық келген екен. 5-ші тапсырмада өрнектер берілген. Осы өрнектерді және мына суреттерді пайдаланып есеп құрастырып шығаруымыз керек. Бірінші өрнек бойынша бұлай есеп құрастырсақ болады. Мынау мысалы 210 теңге тұратын ау, ал мынау 150 теңге тұратын ол ілмек. Ілмек деп есептейік. Балалар балық аулауға бару үшін 210 теңге тұратын 2 ау және 150 теңге тұратын 2 ілмек сатып алды. Сонда балалар барлығы неше теңге төледі деген есеп құрастырсақ болады. Енді 490 теңге тұратын не бар бізде? Қармақ, 330 теңге тұратын шелек, 150 теңге тұратын ол ілмек. Бұлай деп есеп құрастырайық. Асан балық аулауға бармақшы болды. Ол өзінің құралдарын дайындады. 490 теңгеге ау сатып алды, 330 теңгеге шелек және 150 теңгеге ілмек сатып алды. Сонда ол барлығы неше ақша жұмсады десек те болады. Келесі, мына өрнекке есеп құрастырайық. Бұлай дейік. Елдостың 1000 теңгесі бар. Ол 490 теңгеден 2 қармақ сатып алды. Сонда оның неше ақшасы қалды? Осыған ұқсас тағы бір есеп. Мына өрнек бойынша
Елдостың 1000 теңгесі бар. Ол екі зат сатып алды. 330 теңгелік шелек және 400 теңге тұратын жіп сатып алды. Сонда оған сатушы неше теңге қайтарды деген есептер құрастыруға болады. Келесі 6-шы есеп. Сырым мен Әлияның әрқайсында 5000 теңгеден ақша бар. Олардың әрқайсы дүкенінен осы сомаға төмендегі заттардың қайсыларын сатып ала алады. 5000 теңгеге. Әр заттың өзінің бағасы бар. Осы бағалар бойынша 5000 теңгені шығару керек. Сырым өзінің 5000 теңгесіне бір футболка және футбол добын 2000 теңгеге сатып алуға болады. Немесе мына бір ойынды 4000 теңгеге және басына кепка 1000 теңгеге сатып алуға болады. Ал Әлия болса, өзіне бір юбка және шашқа қыстырғыш ободок бар ғой, содан екеуін сатып алуға болады. Немесе 3000 теңгеге футболка және 2000 теңгеге панамка сатып алуға болады. 7-ші. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектерді есепте. Шыққан нәтижелерді кему ретімен жаз. Сонда Қазақстандағы бірнеше өзендердің ұзындығы бойынша ретін анықтай аласың. Мыналардың мәнін тапсақ, ең ұзыны қайсы, ең қысқасы қайсы және басқа өзендердің ұзындықтарын біз анықтай аламыз. Мінекей, әуелі бөлу, көбейту, қосу, сосын азайту орындалады. Сонда нәтижесі 593 шықты. Бұл Ырғыз өзені. Келесіде амалдардың ретімен орындаған кезде 505. 502. Бұл бізде шілтері. Келесі 712 шығады екен. Ол ембі. Келесі бөлеміз, қосамыз, азайтамыз. Сонда 800. Бұл ойыл өзені екен. Келесі бөлеміз, көбейтеміз, сосын қосамыз. Сонда 978 шықты. Бұл Нұра өзені. 511 шығады. Бұл Сағыз өзені. Ең соңғысы 825. Бұл Торғай өзені болып шықты. Енді осыларды кему ретімен жаз деген. Анықтайтын болсақ, бізде ең ұзыны Нұра өзені шықты. Одан кейін Торғай өзені. Одан кейін 800 ойыл. Одан кейін Шідерлі ме? Шідерті өзені. Жоқ, бұл ең кішкентай екен. Сосын кейін бізде ембі. Ембіден кейінгі Ырғыз. Ырғыздан кейінгі мынау Сағыз өзені. Одан кейін ең кішкентай Шідерті өзені екен. Міне осындай өзендер бар екен Қазақстанда. 8-шіде теңдеулерді шеш дейді. Бұндай теңдеулерді біз бұрынғы алдыңғы сабақтарда шешіп жүрген болатынбыз. Құрылымы күрделірек, бірақ біз оларды ықшамдап, мына жерді ықшамдаймыз, мына жерді ықшамдаймыз, мына жерді ықшамдаймыз. Яғни мәнін табамыз да қарапайым теңдеуге айналдырып шешеміз. Бірінші теңдеудің мәні 8, екінші теңдеудің мәні 2-ге тең. Мен қателесіп кетіппін. Кешірерсіздер, 215, соңғы теңдеудің мәні 312-ге тең. 9-шы тапсырма бізде логикалық тапсырма екен. 3 жас саяхатшы Айдос, Марат және Олжас қайықпен өзеннің бір жағасынан қарсы жағаға өтпек болды. Қайық 100 килограммнан артық салмақты көтере алмайды. Айдос өзінің салмағы 54 килограмм, ал досы Олжастың салмағы 46 килограмм екенін біледі. Бірақ Мараттың салмағы шамамен 70 килограммда еді. Олар өзеннен өту үшін қандай әрекет жасайды?
алгоритм құрастырып көрейік. Қайығымыз 100 кило. Айдос пен Олжастың салмағын қосайық. Екеуінің салмағы 100 кило шығады. Демек, екеуі бірге қайықпен арғы бетке өтеді. Стрелка қойып қояйын. Сөйтеді, екеуінің біреуі осы жақта қалу керек. Себебі қайықты қайттан мына жаққа әкелу керек Маратқа. Біз Айдосты қалдырайық. Айдос қалды. Енді Олжас қайтадан кері қарай қайтты. Кері қайтқаннан кейін ол осында өзі қалаттағына Мараттың жалғыз өзін Олжастың жерге жазып қояйын. Мараттың өзі қайықпен келесі бетке өтеді. Марат. Енді ол осында тұрған Айдосты қайыққа отырғызады да қайтадан бері қарай жібереді, Олжасқа қарай. Айдос Олжасқа қарай келеді. Енді екеуінің салмағы әдеттегідей бағана басындағыдай 100 кило тартады. Екеуі бірге қосылып, қайықпен келесі бетке өтеді. Енді осының алгоритмін жазып көрейік. Бірінші, Айдос пен Олжас екеуі өтті. Екінші, Олжас кері қарай қайтты. Үшінші, Марат өтті арғы бетке. Содан мынаяқта Айдос қалды. Төртінші, Айдос бері қарай өтті. Бұл жақта Олжас бар тұғын. Енді бесінші алгоритм, Олжас пен Айдос екеуі бірге арғы бетке өтті. Мынандай, осындай 5 түрлі алгоритммен шығады екен. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз.